Саламатсыздар ма? Бұл видеода адамзат өмірінің ең бір қызықты да ұятты саласы ер мен әйел адамның арасындағы қатынастарда орнаған ерекше және бір түрлі салт-дәстүрлердің бірнешеуін атап өтеміз. Ғибадатхана Құдайға сыйынып мінәжат ететін орын деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда махаббат Құдайының ғибадатханасында қандай мінәжат түрі болуы мүмкін? Атақты Геродот өзінің Тарих атты кітабында келесідей жолдар келтіреді. Вавилондықтардың ең ұятсыз дәстүрлері мынандай. Әрбір вавилондық әйел өмірінде бір рет Афродита Құдайының ғибадатханасына барып отырып, жат жерлік адамнан ақысын алып, оған берілуі керек. Көптеген әйелдер өзінің байлығымен мақтанып, қалған әйелдермен бірге болуға намыстанады. Олар жабық күймелерде келіп, айналасындағы көптеген нөкерлермен бірге ғибадатхананың қасында тоқтайды. Афродитаның қасиетті алаңқайында бастарына жіптен тоқылған шүберек байлап алған әйелдер отырады. Біреулері келіп жатса, біреулері кетіп жатады. Күтіп отырған әйелдерді барлық жақтарынан тік дәліздер бөліп тұрады. Осы дәліздер арқылы жат жерліктер жүріп, өздеріне әйелдер таңдайды. Бұл жерде отырған әйел, жат жерлік адам оған етегіне ақша тастап, онымен қасиетті алаңқайдан тыс жерде қосылмайынша үйіне қайталмайды. Әйелге ақша тастаған ер кісі сені Мелитта Құдайдың қызметіне шақырамын деу керек. Ассириялықтар Мелитта деп Афродитаны айтады. Төлем қанша аз болса да әйел кісі одан бас тарта алмайды, себебі бұл қасиетті ақша. Қыз келіншек оған ақша тастаған бірінші адамның артынан бас тартпай еруі керек. Қосылып болып Құдай анаға тиесілі қасиетті парызын орындағаннан кейін, оған қандай ақша берсең де онымен екінші рет бола алмайсың. Әдемі сымбатты келген қыздар үйлеріне тез қайтып кетсе, ал көріксіздер болса дәстүрді орындағанша күтулеріне тура келеді. Осыған ұқсас дәстүрлер Кипрдің де кейбір жерлерінде бар. Бұл не деп сұрасаңыз, қожайын үйіне келген жат жерлік адамға өзінің әйелін ұсынуды айтады. Бұл алғашқы қауымдардың көбінде таралған дәстүр. Ол туралы көне Финикияда, Индияда, Тибетте, Қытайда, Ресейдің солтүстігіндегі елдерде және Албанияда естеліктер сақталған. Үнді жеріне барған орыс саяхатшысы Афанасий Никитин бұл дәстүр туралы жазып кеткен екен. Индия жерінде саудагерлерді аулада түнетеді. Қонақтарға бәйбішелер тамақ пісіреді, төсек жаяды және олармен бірге ұйықтайды. Көне Мысырдың перғауындарында Ніл өзеніне өзінің ұрығын құю деген қызық дәстүр болған. Бұның себебі сол кезде Ніл өзенінде судың қайтуы мен қайта толастауы жиі орын алып, осы дәстүрді орындау арқылы су мол болады деп есептелінген. Бұған орай Мысырдың Мен Құдайының ресми мерекесі ұйымдастырылатын. Қатысушы барлық ер кісілер перғауын сияқты жария түрде ұрықтарын шығаруы керек болатын. Мұсылмандық мәдениет ер мен әйел адам арасындағы қарым-қатынастар тұрғысында ең қатаң көзқарастарды ұстанады. Бірақ та кейбір Иран секілді мұсылман елдерінде некеге тұру алдында қосылғысы келетін жұп уақытша некені сатып ала алады. Жас жұбайлар кішігірім рәсімге ақша төлеп, нәтижесінде некенің нақты уақыты жазылған келісім шартқа отырады. Бұдан кейін олар ислам заңдарына қарсы келмей қосыла алады екен. Трамбияндықтар бұл 6 жастан бастап жыныстық қатынасқа түсе бастайтын тайпа. Жаңа Гвинеядағы Папуа аралындағы тайпаның қыздары 6-8 жастан, ал ұлдары 10-12 жастан бастап жыныстық қатынасқа түседі екен. Бұл оларда қалыпты жайт саналады. Бірақ бұл деген сөз олар кім болса сонымен қатынасқа түсе береді деген сөз емес. Бұл үшін тайпада бірнеше салт-дәстүр ойлап табылған. Бұл тайпадағы әйелдер қоғамда жалаңаш күйде жүреді екен. Трамбияндықтардың ең қасиетті нәрсесі ортақ ауқат қабылдау екен. Ер кісілерге әйелмен некеге дейін тамақтану қатаң түрде тыйым салынған. Ал осымен тәмам. Егер осы видео сізге ұнаса, онда оған лайк басып арнамызға жазылып, колокольчик белгісін басуыңызды өтінеміз. Аман сау, қош болыңыздар.